Табандылықты тексеретін тест. Табандылық туралы әңгімемізді тамамдай тұрып, өзіңізді жан-жақты бақылап, бойыңда қай кезде осы қасиет жетіспей қалатындығын анықтауға тырыс. Өзіңізді әр топтама бойынша қатал сынға алып, төменде көрсетілген 8 фактордың қай-қайсысының сіздің жетіспейтіндігін дөп басуға тырысыңыз. Осылайша өзіңізді сынау арқылы кемшіл тұстарыңызды және оны қалай жөндеуге болатынын білетін боласыз. Сөйтіп өзіңіз бен жетістігіңіздің ортасында тұрған жауыңызды тап басып айта алмақсыз. Сіз табандылыққа бөгет болатын әлсіздік белгілерін ғана танып қоймай, сонымен қатар осы әлсіздіктің санаңызда мықтап орын алған себептерін де біле алатын боласыз. Төменде берілген тізімді мұқият қарап шығыңыз және өзіңіздің нағыз бет бейнеңізге қол жеткізгіңіз келсе, немесе қандай істі жақсы атқара алатындығыңызды білгіңіз келсе, өзіңізді аяудың қажеті жоқ. Олай болса, байлыққа жету жолында сізге бөгет болатын әлсіздіктердің қандай болатынын саралап көрелік. Бірінші, өзіңізге нақты не керегін білмеу. Екінші, себепті себепсіз бастаған істі кейінге шегеру. Олар әртүрлі сылтауды алға тарту арқылы көрініс табады. Үшінші, арнайы білім алайын деген ниеттің болмауы. Төртінші, шешім шығара алмау. Ағынға қарсы жүзудің орнына бұғып жата беруге дағдылану. Бесінші, алда тұрған мәселені шешуде белгілі бір жоспарға жүгінудің орнына сылтауларды алға тарту. Алтыншы, өз-өзіне көңілі толу. Өкінішке қарай бұл тоқмейілсу сезімінің алдын алу мүмкін емес. Сондықтан аталған ауру дендеп алған болса, тығырықтан шығар басқа жол да жоқ. Жетінші, немқұрайлық. Әдетте адам қиындыққа төтеп бере алмай, қандай жағдай болмасын келісе кетуіне байланысты туындайды. Сегізінші, өзінің қателігіне басқаларды кінәлау. Көңілге қонымсыз жағдайды еш қарсылықсыз қабыл алу. Тоғызыншы, арманның әлсіз болуы. Әрекетке әкелетін тәсілдерді таңдау кезінде салғырттық танытудан байқалады. Оныншы, сәтсіздіктің шеті көріне бастаған сәтте-ақ қолды сілтеп тайып тұру. 6 қорқыныштың бірі немесе бірнешеуі негізінде. 11-ші, жазбаша түрде ұйымдасқан жоспардың болмауы. 12-ші, алда кездескен мүмкіндіктерді пайдалануда немесе ойды іске асыруда енжарлық таныту. 13-ші, қалаудың орнына тілеу. 14-ші, байлыққа жетуге талпынудың орнына басына түскен кедейлікке мойынсыну. Болу, жасау, ие болу сияқты амбицияның болмауы. 15-ші, байлыққа жету жолында кездесетін барлық кемшіліктерді жіпке тізгендей тізіп қарау. Тек ала берсем деген пасық ниет, сондай-ақ құмар ойынға жақын болу. 16-шы, сыннан қорқу. Басқалардың пікіріне бола жоспар құрып, оны іске асырудан қорқу. Бұл дұшпан осы тізімнің ең басында тұруы керек. Себебі бұл әркімнің ақ түйсігінде теуіп тұрып орын алған. Кейінірек сөз болатын 6 негізгі қорқыныш бөлімінде толық айтылады.